Салем, құрметті қыз-келіншектер, бүгінгі тақырып етеккірді қалай шақырамыз. Ол үшін біз имбир шайын дайындаймыз. Дайындалу тәсілі: 200 мл су, 100 грамм имбир аламыз. Бірінші блендердан имбирді өткізіп аламыз. Содан кейін 200 мл суға 15 минут қайнатамыз. 15 минут қайнап болғаннан кейін суытып аламыз. Суытып болғасын сүзіп аламыз. Яғни имбирді судан сүзіп аламыз. Содан кейін мұздатқышқа салу үшін, тоңазытқышқа салу үшін бірінші қалып форманы аламыз. Сол формаға құямыз. Сүзіп алған имбир шайымызды формаға құямыз. Қаннан кейін қарапайым қара шайымызға қатқан дайындаған қоспамызды сол мұздай қарапайым шайға салып ішеміз. Бұл шай сіздің етеккіріңізді келуіне және қалыпты болуына көмектеседі. Бұл өте құнды кеңес, сіздермен бөлісіп отырмын. Видеоға лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий жазып ойларыңызды ашық айтыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Достар, пайдалы контентпен жақындармен бөлісіңіз, олар да біліп жүрсін.